Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы менің мектебім. Сен бүгін сабақта өлеңмен танысып, оны жатқа айтуды дайындайсың. Сөздер мен сөйлемдерді сәйкестендіруді үйренесің. Алдымен мектеп туралы ассоциограмма құрастырайық. Мектеп дегенде нені елестетесің? Ойланайық. Сонымен мектеп деген ол мұғалім, сынып, тақта, білім, оқулық, оқушы, тағы басқа сөздерді еске алдыңдар деген ойдамын. Жарайсыңдар. Оқушылар, жаңа сөздермен танысайық. Асхана, кітапхана, шеберхана, мүсінші, киім ілетін орын, қабат, орналасқан. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Және бұл сөздерді есте сақтауға тырысайық. Оқушылар, жаңа сөздерді енді суреттермен сәйкестендірейік. Іске сәт. Құрастырған сөз тіркестері мен сөйлемдерді тыңдайық. Үлкен асхана, кең кітапхана, жарық шеберхана, мүсінші жасайды. Сөйлемдер. Асханада дәмді тамақ дайындайды. Кітапханада қызықты кітаптар көп. Оқушылар, сендердің де сөз тіркестерін, сөйлемдерін сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Тыңдайық. Мынау менің мектебім. Мектеп 3 қабатты. Бірінші қабатта асхана, спортзал, киім ілетін орын бар. Асхана кең, таза және жарық. Екінші және үшінші қабаттарда кітапхана, сынып бөлмелері орналасқан. Кітапханада қызықты кітаптар көп. Мектепте оқушылар, мұғалімдер бар. Енді тыңдаған мәтін бойынша келесі сұрақтарға жауап берейік. Мектеп неше қабатты? Асхана қандай? Спортзал нешінші қабатта орналасқан? Мектепте кімдер бар? Оқушылар, ойланайық, іске сәт. Оқушылар, жауаптарымызды тексерейік. Мектеп неше қабатты? Мектеп 3 қабатты. Асхана қандай? Асхана кең, таза және жарық. Спортзал нешінші қабатта орналасқан? Спортзал 1-ші қабатта орналасқан. Мектепте кімдер бар? Мектепте оқушылар, мұғалімдер бар. Оқушылар, сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма. Өлеңмен танысып, оны есте сақтауға үйренеміз. Білім қуған баламыз. Біз мектепке барамыз. Өсіп, оймен санамыз. Оқып, білім аламыз. Келесі тапсырма айтылым. Берілген сөздерді сөйлемдермен сәйкестендіріп айту керек. Бірінші бағанға берген сөздер астанада, кітапханада, спортзалда, шеберханада. Енді осыларға сөйлемдерді табайық. Іске сәт.
ойланайық. Енді бірге тексерейік. Асханада тағамдар дайындайды. Кітапханада қызықты кітаптар оқиды. Спортзалда жаттығулар жасайды. Шеберханада әдемі суреттер салады. Оқушылар, сендердің де жұмыстарын осылай сәтті шықты деген ойдамын. Келесі жалғауларды есте сақтайық. Біз дегенде қосымша мыз қосылады. Біз оқушымыз. Жуан сөзде, жіңішке сөзде міз қосымша жалғанады. Олар оқушылар. Лар деген қосымша олар деген сөзді қолданғанда. Жіңішке сөз болса, лер қосымша жалғанады. Мысалы, біз мықты оқушымыз. Олар білімді оқушылар. Енді оқушылар, жаңа сөздерді қалай есте сақталғанын Word платформа арқылы ойын өткізіп тексерейік. Іске сәт! Оқушылар, бүгінгі сабақты барлығымыз меңгердік деген ойдамын. Енді үй жұмысын жазып алайық. Алдымен сөздерді жаттау. Келесі тапсырмаларды күнделікке жазып алыңдар. Сендерге рахмет!